Бәрекелді. Сөздің басы бісміллә, бісмілләсіз іс қылма дейді қазақ атам. Бастайын бісміллә деп сөздің басын әмендесіп көтерер қойдың басын. 5-6 ауыз сөз айтылып, шайтан қашып періште орын алсын дегіміз келіп отыр қадірмен далқалығын әлеумет. Бүгінгі ұлан асыр ұлы қуаныштарыңыз құтты болсын, той қуаныш құтты болсын, қош келдіңіздер деп бір қол соқпай аяқ шығанеке. Ал ендеше қадірменді алқалығын әлеумет біз тойымызды бастамас бұрын бүгінгі тойымыздың бас себепкерлері балда 2 жасты бүгін кешіміздің қос қашығы, қос аққуымызды жар әнімен баршамыз орнымыздан тұрып, қошеметімізді қылып, босағаға мойнымызды бұрып, жастарды қарсы алып алайық деп отырмыз алқалығын әлеумет. Ендеше келіңіздер ыстық махаббатымызбенен, жылы махаббатымызбенен, қатты бір шапалағымызбенен жастарды қарсы алуға баршамыз айналайық, орнымыздан тұрайық, шапалағымызды ұрайық. Жастар келе жатыр ағайын. Керуен бастар жігіттің нар өзіне лайық, азамат болар жігіттің жар өзіне лайық. Балда 2 жасың ғұмырын бір Алладан сұрайық. Жыласақ, той деп жылайық. Бақытты болсын деп 2 жас бір шапалақ ұрайық ағайындар кәнеке. Ал ендеше, олай болса қадірінді ағайындар, бірге тойымыздың басында балда 2 жасты қарсы алып алдық. Ендеше жастарды заңды түрде неке қияр рәсіміне кесіп берсек, алдыменен амандасу адамгершіліктің бір белгісі болса, сәлем түзелмей, әлем түзелмейді деген қазақ атам. Ассалаумағалейкум. Қазекең той жасауға шебер екен, еңселі елді көрсем елең етем. Қазақтың маңдайына тойды жазған, жаратқан ием сен неткен кереметең. Қазекең бір-бірінен қал сұраса, мал жаның аман ба деп келеді екен. Қалың қалай деп қойған сұрағына, сен қалайсың деп жауап береді екен. Ассалаумағалейкум деген сөзі Алланың нұр жаусын деген екен. Той берген түркілердің тағдырына, не жетсін алталаштың әншіріна. Ассалаумағалейкум арда қазақ, Алламның нұр жаусын барлығына деп бір қол соқ қоюға болады қадірлі ағайындар. Рахмет. Ендеше бүгін аса қадірменді қаншама жылдар аңсап, қаншама айлар күтіп, қаншама апта дайындалған күн. Панабек әкемізбенен Қаныгүл анамыздың шаңырағындағы ұлан асыр ұлы қуанышқа қош келіп жатырсыздар. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, жүректеріңізге нұр бітсін, таңдайларыңызға жыр бітсін. Қуаныштың құдіреті бөлісу десе, қуанышты бөліссең қуанышың көбейеді, қайғы-мұңды бөліссең қайғы-мұң азаяды деген. Бүгінгі қуанышты бөлісуге келіп отырған баршаларыңыздың шаңырақтарыңызға Аллах тағала осындай қуаныш нәсіп етсін алқалаған әлеумет. Жастар бақытты баянды ғұмыр кешсін. Балда 2 жастың арқасында 2 елдің арасына алтын көпір салынып жатқан жайы бар. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Қадамдарыңыз гүл бітсін, құдалықтарыңыз 1000 жылдық емес, мәңгілік болсын деген тілек бізден. Ал ендеше алқалаған әлеумет, біз тойымыздың басын әулетіміздің үлкендерінің ақ тілегіменен алғашқы тілектің томағасын сыпырып алсақ деп отырмыз. Тақия киіп таңдандырған, шаулық тартып шандандырған, Батагөй ақсақалды ағылшы аталарымменен ақ жаулығы Алламның байрағында желбіреген, ақ жүректі алақаны аялы, алтын құрсақты аналарымның ақ тілегімен тойымызды бастап алайық. Төле бидей төлеген айтып, Әйтекедей әділдігін айтып, Қазбек бидей қазылығын айтып жүрген үлкен ағаларымды бастап, мен асабаның алтын ордасына алдыртайын. Келіңіздер, аса қадірменді Жаңабек әкеміз бастаған Мәрияш апамыз, Күлмайраш, Даражадайын, Күлмайраш тайын қадірменді үлкендеріміз бастап, әулеттің үлкендері келіңіздер, ақ тілек тақтарып беріңіздер деп отырмыз. Үлкендеріміздің ақ батасын алып алайық. Қадірлесең қарыны жабыр қайып бәрің деген. Үлкендерімізге қол соқ қошемет деп отырыңыздар ағайын. Қаулы алып қарсалайық. Ет. Бұл етті жеген дарманда, жемеген дарманда. Атыраудың арпасын жеген, Ақтөбенің шыршасын жеген, Қызылорданың күрішін жеген, Сырдарияның сұлысын жеген, Сарағаштың суын ішкен. Доңыз өмірге жайылмаған, бетті витаминдер жойылмаған, сіздерден өзге қонаққа қойылмаған жылқының еті. Дамы и господа, это не завтрак, не обед. Аташки готовим пока, апашки готовим пакет. Если им поместится пакет, қалтаға салып пакет. Хватит уже потет. Бурными овациями в студию ет, ағайын. Это не китайский беш-пакет, это реально казахский ет. Лучше мужчин их нет. Этого кушал мой отец и дед. А чё шапалах нет? Ет!
Махаббаттың үш түрі болады дейді Османхан Әубәкіров. Біріншісі көбелек махаббат, екіншісі сүмелек махаббат, үшіншісі керемет махаббат. Көбелек махаббат дегеніміз жасы 50-ге жеткенше гүлден гүлге қонып өмірден бойдағы өтетіндер. Сүмелек махаббат дегеніміз әкем айтты деп үйленіп, шешеме ұнамады деп ажырасып бітетіндер. Керемет махаббат дегеніміз бір-біріне ғашық болып, өмір бойы бір-бірлерін алақандарында аялап өтетіндер. Біз балда 2 жасқа керемет махаббат тілейік ағайын. Құлақ тұрып қарашел, айтатын сөзім тағы бар. Мен қазақпын, танып ал. Сабырды ойлаған ары бар, тамырды ойнаған қаны бар. Мұң өліп тірілсе дағы мойымаған жаны бар. Бір кезде болып кетібек, шашылып кеткен тарлар. Қазір ешкімнен кемемен, елім алғанда егемен. Тәуелсіздіктің таңы бар. Әлемдік алып картадан Қазақстанымды танып ал, Қазақстанымды тауып ал. Кризис келіп жатыр дейді. Бәлкім бұл сөздің де жаны бар. Қазаққа қайдан кризис? Қорасында малы бар, дастарханда наны бар. Нұрын төгер алласы, Нұрсұлтан дайын қаны бар. Ендігі менің тілегім тек қана тойдан шаршайық, қалғанның бізде бәрі бар ағайын.